Мемлекеттік сатып алуда ақша қалай ұрланатынын мүлдем білмейтін адам жазған сияқты маған. Мен сізге айтып берейін, ақша қалай ұрланатынын. Бірінші басшы өз закупщикке тапсырма береді. Мынау өтсін конкурстан деп. Сосын ол соған сайғып техникалық талаптар жазады. Басқалар өтіп кетсе де оларды айтып битіп қағып тастайды. Жаңағы екі жақ келіскеннен кейін жұмыстың ақшасын да көбейтеді, ойларына келгенін істейді. Ақырында жұмыс істелінбейді, ақша жымқырылады. Сосын бір кінәлі адам табады да, соны өтірік соттап жібере салады. Неменеге керек бұндай жұмыс? Сондықтан сіздердің заңдарыңызда жоқ, жан-жақты жауапкершілікке тарту деген. Жан-жақты жауапкершілікке тарту біздің өзім ұсынысым. Мекеменің бірінші басшысынан бастап міндетті түрде, егер жұмыс істелінбесе, жауапқа тарту керек. Жаңағы мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысында, бірінші басшысында сол мекеменің, сол кезде кішкене жауапкершілік сезінеді. Сонан кейін, мына істелінбей қалған жұмысты біреуді соттап жібересімізде отырамыз, болды, ары қарай зардабын халық тартады. Міне біздің жақта да қаншама ауылдар әлі күнге сусыз отыр. Қайтадан неге оны мемлекет беру керек? Неге мына қылмыс жасаған адамдар бермеу керек өтеп? Осыны өтеу жағын қарастыру керек. Тіпті қажет болса, заңға бағынған құл болмайды, қаталдық кішкене керек сияқты бұл. Сосын ауыл мәселесі бойынша сіздер 3000 айлық есептік көрсеткіш дейсіздер. 3000 айлық есептік көрсеткішіңіз 10 миллион 300 мың теңге. Трастан негізгі жолдан 30 шақырым жердің қарын күреу ауылға жол ашу. Жете ме оған жаңағы 3000 айлық есептік көрсеткіш? Жетпейтін сияқты меніңше. Бұл жағын да қарастырыңыздар. Сосын мына мемлекеттік сатып алуда мынандай бір қитұрқы жері бар. Өздерінше ұлттық өнімді қолдаймыз дейді, атамекеннен барып ақбатаға алғандай бір құжат алып қою керексің. Бізде өз шығаратын өндірісіміз көп емес. Ол кез келген мекеме білет біздің шығармайтынымызды. Бірақ ана барып атамекенге барып жанталасып бізге мынаны дәлелдеп беріңдер дейді. Осының не қажеті бар? Неге осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы біздің мемлекеттік органдардың жұмысына жан-жақты араласа береді? Бағана да қойдым бұл сұрақты, тағы да қойып отырмын. Неге қоғамдық бірлестіктер біздің мемлекеттік ұйымдардың жұмысына кірісе береді? Осы жағын кішкене жеңілдетіңіздер. Енді өтеу жағын міндетті түрде қарастырыңыздар. Өйткені зардабын қашамағы халық көреді, қашамағы біз бюджеттен біреудің ұрлаған ақшасын орнын толтырып бере береміз. Оның орнына өтеп берсін. Мына ауылдығы жоқ дегенде 5000 айлық есептік көрсеткішке көбейтуді ұсынамын. Рахмет. Рахмет. Жан-жақты жауапкершілік бойынша келісемін. Рентрификатымен оны көбейту керек жауапкершілікті. Оны біз қосап қазанда қарастырып жатырмыз, оны келісеміз. Мынау бір көзден сатып алуды көбейту бойынша енді жұмыс топтарында қарастырайық. Қаншалықты керек екені шынымен жаңа қарсы шығару керек па, бәрін қарастырайық. Біз жақтан қарсылық жоқ. Егер ол керек болса, біз оны келісеміз, әрине. Мынау ұлттық кәсіпкерлер палатасы жауап бересіздер ме? Сіздерге сұрақ. По сертификатам. Айтыңыз, аты жөніңіз. Қойватыр, по сертификатам. Почему вы требуете сертификаты и индустриальные сертификаты? Сәлеметсіздер, құрметті төраға, құрметті депутаттар, Мурат Амрин, төраға орынбасары. Вопрос по сертификатам. В целом это в рамках поддержки производителей, чтобы видеть долю производства, местного содержания, поскольку отметили в части ответственности, у нас есть перечень изъятий на товары, которые должны закупаться у казахстанских производителей. Но квазигоскомпании, местные исполнительные органы, заказчики Казахстан товар алмайды. И мы в связи с этим и ответственность просим, и по сертификации. Сейчас то, что работа ведется по модернизации, по усилению требований для бизнеса и выработка нового механизма. Сіздер айтасыздар, біз ойбай сертификатта ұлттық өнімді қолдау мақсатында. Бәрібір сіздер түк талап қоя алмайсыздар ғой, алмай қойған адамға. Мысал ретінде айтайын, қорғаныс министрлігі ма, осы біздің әкімшілік па, 2000 компьютер қорғаныс министрлігіне бүкіл экспертизасы бар ұлттық өнім деп әкеледі. Аналар алмай қойған, соттың да шешімі, сенікі де дұрыс деп шешім шығарып берген. Осындай да шешім болады. Енді отыр, анау компания банкрот бола жатады. Немен қорғадыңыздар? Сіздер оны қорғап жатқан жоқсыздар ғой. Неменеге керек деймін, мысалы бізде жарық шығармайтын білеміз, лампочканы, свет, мысалы концерттік залдарға. Оны барып сатып алу үшін барып тағы да сіздерден дәлел керек. Жоқ, бізде Қазақстанда шығармайды дегеннен шығармайтыны белгілі ғой. Енді сіздер тізімін жасап қойыңыздар. Мынандай тауар Қазақстанда шығады, мынандай шықпайды деп. Егер қатты көмектескілеріңіз келіп жатса. Дұрыс, өте орынды ұсыныс, оны қарастыруымыз керек, өте орынды.